достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай кереметтей болып шығатын кабачоктан торт жасайтын боламын. Қазір кабачоктардың пісіп жатқан кезі. Сол үшін осы рецепті сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте нәзік болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы қандай әдемі. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен достар, кабачокты үлкен түсті теркадан өткізіп аламыз. Кезекте кабачокқа тұзды саламыз. Кабачкиді араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Кабачоктың артық суы шығу керек. Өстіп араластырып бір шетке қойып қоямыз. Алдымен укропты ұсақтап тураймыз. Бір жақ шетіне саламын. Қызанақты тураймын. Барлық қызанақтарды турап алдым. Чеснокты сақтап, мәйтелеп тураймын. Неге достар, чеснокты дайын. Берді турағанша біздің кабачоктың ішіне уже суы бөлінген. Енді басқа бір ыдысқа өстіп қатты қылып қысамыз. Өстіп барлық суын шығарамыз. Барлық шыны салып, қысу керексіз. Егерде аздап шығалатын болса, біздің қимағымыз ішпай қалады, бөлініп қалады. Сол үшін қатты қысамыз. Қыңыздар қаншама су шықты. Суын төктім. Енді кабачок осында саламын. Және тұзбен бұрышты саламын. Укроптың жартысын саламын, өйткені бізге кремына, начинкасына керек болады. Және жұмыртқа барлығын араластырып аламын. Ұн қосамын. Оның барлығын салмаңыздар, аздап-аздап саласыздар. Егерде ұн аз болып қалса, онда аздап тағы да 1-2 қасық ұн салып жіберіңіздер. Міне осындай болу керек. Аздап қою. Көрдіңіздер ме, осындай болады. Енді қызып тұрған табада қуыратын боламыз. Енді табамызға май құямыз. Майдың қызығанын күтеміз. Қызыды. Енді 3 қасық саламыз. Және өстіп барлығын жан-жағын қасықпен жөндеп аламыз. Асты қызарады. Сол кезде ауыстыратын боламыз. Неге асты қызарды, енді ақырындап ауыстырамыз. Оппа.
Тағы да пісті. Достар, менде 5 дана құймақ шықты, өте жұмсақ. Енді суытып аламыз. Құймақтар суығанша кремін дейма, немесе соусын дейма, соны жасаймыз. Майонезді аламыз. Бізге 250 грамдай майонез керек. Аздап укропты саламыз. Міне біздің креміміз, немесе заправкамыз дайын. Әдемі тарелкамызды аламыз. Оған құймақты саламыз. Аздап кремді жағамыз. Піскен помидорларды рет-ретмен әдемілеп саламыз. Жағамын. едім. Енді үстін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен аздап қалған помидорларды өстіп үстіне қойып шығамын. Біркелкісін таңдап аламын. Енді қалған жеріне укроптарды сеуіп шығамын. Кабачковый тортымыз дайын, өте әдемі және дәмді болып шықты. Достар, сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазыңыз. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және де достар, менің инстаграмыма да тіркеліңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.